Қалдарыңызға, мен атым Қуаныш. Біз бүгін тұңғыш рет бизнес по Каскеленский жобасының аясында садақ ату үйірмесіне келдік. Ахмет бауырымыз бұны не үшін ашты екен, қандай пайдасы бар, соны көре жатармыз. Қазіргі таңда балалар жаттығып жатыр, қарап көріп отырсаңыздар болады. Дегенмен де бұның көптеген жетістіктері бар, пайдасы бар. Керемет аға, Ахметбек мырза, негізінде бұл жобаға не үшін келдіңіз, қаяқтан келдіңіз, не қатысыңыз бар? Садақ, енді былай айтқанда, мен қалада көп көрдім садақ мәселесін, енді садақ үйірмелерін, бірақ осы жерде садақ ату үйірмесін естіген кезде өзім біраз таң қалдым. Бұл идея қаяқтан келді сізге? Бұл идея осыдан 2 жыл бұрын келді. Қызымның көз мәселесімен болды басында. Көзді жақсарсын деп осы садақ үйірмесіне апардым. Садақ үйірмесіне апарып, сол жерде үйрене бастады. Содан менің де қызығушылығым пайда болды. Бұрыннан спортқа жақын болғасын. Мен күрестен өзім спорт шеберімін. Қоян қолтық ұрыстан үміткермін спорт шеберіне. Қазақтың дене тәрбиесі және мәдениет институты бітіргенмін. Сол себепті менің бірден қызығушылығым пайда болды. Бұрынғы ата-бабамыздың осы бір дәстүріне деген жақындық пайда болды. Негізінде енді бұл қарапайым халыққа қаншалықты қолжетімді, соған қатысты біраз сөз айтып, және қандай жетістіктеріңіз бар, сол туралы айтып. Халыққа өте қолжетімді дүние, себебі біздің қанымызда бар дүние. Қазақи бұрынғы қалпымызға қайта еске алуымызға өте бір керемет жағдай. Жетістіктер жаңадан келген міне оқушыларым жаңадан бастап жатыр, жетістіктері бар әзірше. Сол мектеп оқушыларына 5000 теңге, үлкен кісілерге 10.000 теңге деп отырмыз. Аптасына қанша күн? Аптасына 2 күн. Бұл халықты осы спортқа тарту себебім өткен өмірімізді ата-бабамыздың баяғы қалай соғыс өнерін үйренгендігі, дене тәрбиесі жалпы көп бар. Бұның ішінде садақ ату, найзаласу, қылыштасу, осыларды бір өз денесімен осы жерде сезініп, осында келіп тарихқа бірге шолу жасасақ. Садақ ату өнерімен 6 жастан 60 жасқа дейін айналысуға болады. Ол қыздар біз бөлмейміз. Екі ұлдарға да қыздарға да жарыстар болып тұрады бізде республикалық деңгейде. Осы Алматы қаласында. Қанша уақыт керек дейсіз бір баланы үйрену үшін? Бір бала үйрену үшін енді баланың несіне де қарайды, жаңағы қабылдауына, қабілетіне қарайды. Егер де бала қабілетті болса, ол 6 айдан 1 жылға дейін үйреніп алуға олардың толық мүмкіндігі бар. Негізі қазіргі таңда бүкіл садақтар өздеріңізден ғой, адамға ештеме керек емес, өзі ғана керек қой. Өзі ғана керек. Біз өзімізден садақтар, кейін егер де жарысқа қатысатын мүмкіншілігі болып жатса, ұлттық киім бізде мәселе бірінші орында. Одан соң садақ алуына тура келеді, өзінің ары қарай жарыстарға қатысып кетеді. Негізінде өте керемет дүние деп ойлаймын. Сол үшін құрметті қаскелеңдіктер, қарасайлықтар, тарихымыздан нәр шарықтағыңыз келсе, тарихымызды рухани жаңғырып, тарихымызға шолу жасағыңыз келетін болса, міндетті түрде келіп қатысып көріңіздер. Сіздермен болған Қуаныш, бизнес по Каскеленский жобасы. Міндетті түрде біздің каналымызға жазылыңыздар.